Сәлем достар, бүгін бізде компьютерлік желілер тарау бойынша екінші бөлім, яғни екінші сабақ. Осы бүгінгі сабақта біз осы компьютерлік желілер тарауын толық талқылап, осы тақырыпта жабатын боламыз. Жалпы бүгінгі сабақ өте қызық және пайдалы болады. Неге? Өйткені сабақта өтілетін барлық материалдар сіздерге тек ұбт-да емес, сондай-ақ болашақта да маңызы өте зор тақырыптар. Сондықтан сабақты соңына дейін мұқият және жақсылап тыңдаңыздар. Сіздерге бұлардың пайдасы тиетіні сөзсіз. Жалпы бүгінгі сабақта біз концентратор, коммутатор, маршрутизатор, модем, TCP/IP протокол, IP адрес, DNS және домен деген сияқты ұғымдармен танысатын боламыз. Олай болса, сабағымызды бастайық. Біз алдыңғы тақырыпта компьютерлік желіні әртүрлі ерекшеліктері бойынша 4 топқа бөліп жіктедік. Олар аумақтық таралу бойынша, тиістілігіне қарай деген сияқты. Соның ішінде аумақтық таралу бойынша 3 түрге бөлінеді дедік: жергілікті желі, аймақтық желі, ауқымды желі. Бүгінгі сабақта біз жергілікті желіге кішкене қайталап алайық. Себебі бүгінгі өтілетін тақырыптардың көбісі осы жергілікті желіге тікелей қатысты. Жалпы жергілікті желі қай жақта құрылатын еді, не үшін құрылатын еді, соны бірінші анықтап алайық. Жалпы жергілікті желі шағын көлемдегі аймақтарда компьютерлерді бір-бірімен байланыстыру үшін керек. Мысалы, бір офис көлемдегі, бір здание көлемдегі компьютерлерді бір-бірімен байланыстыру үшін керек. Мысал келтіретін болсақ, сіздер информатика кабинетіне барсаңыздар, барлық компьютерлердің бір-бірімен байланысып тұрған көресіздер. Болмаса, негізінде университеттердің барлығында осы жергілікті желі қолданылады. Барлық компьютерлер бір-бірімен кабель арқылы байланысып тұрады. Енді олар қалай байланысады, соны сіздерге көрсетейін. Қараңыздар. Мысалы, қараңыздар, мынаны біз бір офис деп елестетейік. Және офисте бізде 3 компьютер, бір принтер бар, және олардың барлығын бір-бірімен байланыстыратын ортада осындай құрылғы бар. Жалпы барлығын бір-бірімен байланыстырып шығамыз. Енді жалпы жергілікті желі құрудың мақсаты не еді? Бізде мынандай бір құжат бар делік. Осы құжатты мына компьютерге бізге жіберу керек. Мына компьютерден мына компьютерге жіберу керек. Осы жергілікті желі арқылы жүзеге асады. Интернеттің бұл жерге қатысы жоқ. Интернетсіз жергілікті желі жұмыс жасай береді. Мына компьютерден мына компьютерге осы Word құжатты жіберу керек делік. Мына компьютерден жібереді. Осылай құжат кетеді кабель арқылы. Мына жаққа құрылғыға келіп түсіп, ол мына екінші компьютерге бағытталады. Осылайна екінші компьютерге келіп құжат түседі екен. Бұл жергілікті желінің бірінші жаңағыдай плюсы. Жалпы бір желіде компьютерлер бір-бірімен жаңағыдай файл, құжат алмаса алады екен. Жалпы деректер алмаса алады. Жергілікті желі құрудың бірінші мақсаты. Екінші мақсаты, мына құжатпен бірнеше компьютер бірлесе отырып жұмыс жасай алады. Мысалы, мына компьютер, мына компьютер, мына компьютер үшеуі бірлесе отырып бір құжатпен жұмыс жасай алады екен. Бұл жергілікті желінің екінші плюсы. Үшеуі бір құжатты бір мезетте толтыра береді. Екінші плюсы бұл. Ал үшінші плюсы бұл бір құрылғыны ортақ пайдаланады. Мысалы, бізде осындай бір принтер бар делік. Ол принтерді әрбір компьютерге жеке-жеке принтер алып берудің қажеті жоқ. Бір принтер болса жетеді. Бұл принтерді аламыз да біз желіге қосып қоямыз. Және 3 компьютер осы принтерді бірге пайдалана береді екен. Бұл бізде жергілікті желі құрудың үшінші пайдасы. Енді қараңыздар, бүгінгі біздің тақырыпта өтілетін тақырып негізі мына ортада тұрған құрылғы туралы болады. Бұл құрылғының бізде 3 түрі бар екен. Осы 3 түрімен бүгінгі сабақта танысамыз. Біріншісі оның концентратор деп аталынады. Концентратор. Екіншісі коммутатор. Үшіншісі маршрутизатор. Мен осындай 3 түрі бар. Енді бұлардың бір-бірінен айырмашылығы негізінде мынау концентратор ең простой, ең бірінші шыққан түрі. Екіншісі коммутатор. Маршрутизаторға қараған кезде
кішкене функционалдары көп. Ал үшіншісі маршрутизатор, бұл біздің қазіргі кезде қолданып жатқан құрылғымыз осы маршрутизатор. Концентраторды біз бірінші уровень деп айтсақ болады. Одан кейін коммутатор екінші уровень десек болады, ал маршрутизаторды үшінші уровень деп айтсақ болады. Енді біз осылардың әрқайсысын жеке-жеке талдап шығайық. Бірінші концентратордан бастайық. Жалпы концентратордың ағылшыншасы hub. Сіздерде ұбт-да концентратор немесе hub деп келуі мүмкін. Бұл ең простой бірінші уровень концентратор деген. Жалпы ортада тұрған құрылғы бұл бізде концентратор. Енді концентраторға барлық компьютерлерді жалғап шығайық. Және бұның мен қазір басқаларының айырмашылығын түсіндірейін. Мына құжатты біз мына компьютерге жіберу керекпіз делік. Құжатты алып жібереміз. Құжат кабель бойынша осылайдан келеді. Концентраторға түскеннен кейін концентратор қараңыздар. Мына компьютерге алып, мына кабель арқылы жібере алмайды. Бұл алады да құжатты барлығына жібере салады. Ортақ. Түсіндіңіздер ма? Концентратор бірінші уровень ғой. Бұл еш нәрсені ойлана алмайды. Ең арзан тұратыны, ең қарапайымы осы концентратор. Қазіргі уақытта бұл концентраторлар негізінде қолданылмайды. Бірақ енді бізде информатикада осыны өтеміз. Бұл алады да мынау келіп түскен ақпаратты барлық компьютерге ортақ жібере салады. Және мына компьютер қарайды, жоқ, бұл құжат маған келген жоқ, маған керек емес дейді. Мынау маған керек емес дейді. Бізге мынаған келу керек еді. Мынау қарайды, я маған керек құжат деп өзіне скачать етіп алады. Бұл бізде концентратор. Қараңыздар, бұл жерде минус неде? Минус біріншіден, мысалы, біз мына жақта тек 3 компьютерді мысал ретінде келтіріп тұрық қой. Ал біздің офисте 100 компьютер бар деп есептейік. Енді мына құжатты бір компьютерге жіберу үшін сонда концентратор 100 компьютерге жібереді екен. Оның барлығы қарап отырып, ішінен тек бір ғана компьютерге құжат керек болады сонда. Үлкен минус. Біріншіден процесс өте баяу болып қалады. Екіншіден безопасность мүлдем жоқ. Қазіргі заманда концентраторлар мүлдем қолданылмайды. Екіншісі бізде коммутатор. Коммутаторда кабель арқылы бір-біріне байланыстырып шығайық компьютерлерді. Ортада тұрған құрылғы бізде коммутатор, уже түсінікті. Енді коммутатордың концентратордан айырмашылығы неде? Бұл бізде екінші уровень коммутатор деген, ағылшыншасы switch. Екінші уровень. Мысалы, мынау құжатты мына компьютерге бағанағыдай жіберу керек болды делік. Коммутатор не істейді? Құжат осы кабель арқылы келеді. Және оны қай компьютерге жіберу керек екен біледі, нақты сол компьютерге ғана жібереді. Қалғандарына коммутатор жібермейді. Міне коммутатордың үлкен плюсы, бұл жақта уже безопасность бар. Және компьютерлерді бұл тани алады. Қай компьютерден қай компьютерге жіберу керек екен коммутатор біледі. Үшінші түрі бізде маршрутизатор. Жалпы қазіргі заманда біз барлығымыз осы маршрутизаторды қолданамыз. Міне біз сіздердің көріп тұрғандарыңыз, міне мынау маршрутизатор. Енді кішкене қазір тағы да бір айтып өтейін. Маршрутизаторды бізде ағылшынша маршрутизаторды біз роутер деп айтамыз. Бағдарлауыш деп келеді кейде. Жалпы маршрутизатор. Роутер деп айтамыз, міне осыған тоқталайықшы. Байқайсыздар ма, сіздер мына үйде тұрған осы құрылғыны кейде роутер деп айтып жатасыздар, кейде модем деп айтып жатасыздар. Не үшін? Неге екеуін бір атпен айтамаймыз? Неге кейде роутер деп айтамыз, кейде модем деп айтамыз? Осыған мен қазір айтып өтейін енді түсіндіріп. Жалпы маршрутизатордың қызметі, мына маршрутизатордың қызметі, компьютерлерді бір-бірімен тек қана байланыстыру. Осылай компьютерлерді маршрутизатор тек қана байланыстыра алады. Және маршрутизатор бұл интернетті қамтамасыз ете алмайды. Прямой барып интернетке осылайдан қоса алмайды маршрутизатор. Мынау кабель тұры, осы кабельді алады да бізде модем деген негізінде бұрында бөлек құрылғы болған. Қазіргі модемдер біздің мынау қолданып жүрген роутер бар ғой, осы роутердің ішіне орнатылып кеткен. Бірақ бұрынғы кезде модем бұл бөлек құрылғы болған. Мынау тұрған портқа келіп, осы модемді жалғаған, және модемнен екінші барып интернетке осылайдан байланыс жасаған болатын. Бірақ уақыт өте келе осыны жасаған адамдар ойланады, неге бізге осы екі құрылғыны бірге интернетке қосылу үшін екі құрылғы жасап жатыр. Давай одан да екеуін бірге біріктіре салайық дейді.
сөйтеді да мынау модемді алады да маршрутизатор яғни роутердің ішіне орнатып жібереді. Сондықтан да біз қазіргі заманда мынау осы роутерді тек интернетке осы роутер арқылы қосыла береміз. Мынау ортада бізде мынау құрылғы қазіргі заманда жоқ. Біз тұрамыз да мынау сіздер қазір қарасаңыздар болады, роутердің артында мына жерде осындай тағы да бір порт тұрады. Осы портты алады да бізге бір кабель келіп тұрады. Сол кабель интернеттен келіп тұр. Сразу интернетке жалғанып кеткен. Ал бұрындары бұл мүмкін емес еді. Маршрутизатор интернетке қосыла алмайтын еді. Ол үшін интернетке қосылу үшін модем деген бөлек бір құрылғы керек болатын. Бірақ кейіннен осы модем деген құрылғыны алды да бізде маршрутизатордың ішіне орнатып жіберді. Қазір екеуін бір құрылғы ретінде қолданылады. Сондықтан бізде қазір кейде осы құрылғыны роутер деп айтып жатамыз, кейде модем деп айтып жатамыз. Негізінде осы айырмашылығын түсінген боларсыздар. Модем деген бөлек нәрсе, роутер деген бөлек нәрсе. Роутер, егер роутердің өзі ғана болатын болса, бұл интернетке қосыла алмайды. Модем интернетке байланыс жасап береді екен. Жалпы сіздерге маршрутизатор, коммутатор, концентратор не екені түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, келесі тақырыпқа өтейік. Бізді келесі тақырып IP адрес. Енді IP адрес дегеніміз не? IP адреске мен қазір қарапайым ғана мысал келтіргім келіп тұр. Бұл біздегі Яндекс Такси. Біз Яндекс Такси приложениесін күнде қолданамыз, көп қолданамыз. Енді қараңыздар, Яндекс Таксиде біз бірінші бізді қай жақтан алып кету керек екен белгілейміз. Өзіміздің үйіміздің адресін белгілейміз. Мысалы, мына жерде біз Саина қанша? 16А деп тұр, 16А. Және бізді апару керек қай жаққа? Луговая 23-ке. Луговая 33-ке екен. 33-ке. Қараңыздар, екі адрес тұр, Такси осыны екеуін мына жақтан алып, мына жаққа әкеп тастау керек екен біледі. Әр қайсының, әр үйдің өзінің IP адресі бар. Жалпы компьютерде де, қараңыздар, мен бұны не үшін айтып жатырмын. Компьютердің кез келген интернетке қосылатын, жалпы желіге қосылатын кез келген компьютердің де үйдің адресі болған сияқты өзінің адресі болады. Ол осындай сан ретінде келеді, компьютердің IP адресі. Және бұл әр компьютерге жеке уникальный болады, яғни қайталанбайды бұндай. Бұл IP адрес басқа бір жақта екінші компьютерде дәл осындай IP адреспен екі компьютер желіге бірге қосыла алмайды. Әр қайсында жеке-жеке уникальный болады. Жалпы IP адрес деп желіге немесе интернетке қосылған компьютерлерге берілетін жеке адресті айтамыз дейді. Түсінікті ғой? Жалпы IP адрес не үшін керек? IP адрес деп тұр, компьютердің адресі. Мысалы, сіз интернеттен, мысалы, мына телефоннан бір досыңыздың компьютеріне бір ақпаратты жіберген кезде, бір сообщение алмасқан кезде, например, бір-біріңізге жазып. Сол кезде компьютер қай жақтан қай жаққа жаңағындай ақпараттың, сообщениенің баратын осы IP адрес арқылы біледі. Міне мына компьютерден мына компьютерге жіберіп жатырмын деп. Енді қазір мен сіздерге бір сайт көрсетейін. Ол сайт 2ip.ru деп аталады. Осыған кіріп көріңіздер. Осы сайттан сіздер өздеріңіздің IP адрестеріңізді көре аласыздар. Өздеріңіздің компьютерлеріңіздің IP адресін. Мысалы, менің компьютерімнің IP адресі 2.163.168.50. Енді қараңыздар. Мына жерде менің компьютерім туралы толық ақпарат шығып тұр. Қандай операционный система қолданатынды, қай браузерді қолданып отқанды, қай жақта тұрғанымды, дәл қазіргі сәтте Қазақстанда, Алматыда тұрмын. Және менің провайдерімді көрсетіп тұр. Провайдер деп жалпы сізге интернетті қамтамасыз етіп беріп отырған компанияны провайдер деп айтады. Менде бұл Қазақтелеком. Енді сіздерге қызық мәлімет айтайын. Мынау IP адрес арқылы дәл қазір Қазақтелеком сіздің қай жерде тұрғаныңызды нақты біледі. Картаның қай точкасында тұрғаныңызды. Хакерлер көбінесе осы IP адрес арқылы ұсталып қалады. Мысалы, бір жерден бір жаңағыдай платформаны взломать ететін болса, онда осы IP адрес арқылы қай жақта взломать етілгенін сразу тауып алады. Екіншіден, сіз компьютерден, браузерден қандай ақпаратты іздеп жатырсыз, кез келген нәрсе осы Қазақтелекомның базасында сақталып тұрады. Мысалы, терроризмге қатысты бір мәліметтер іздесеңіз, Қазақтелекомға уже уведомление келеді. Мына жақтан осындай пользователь уже осындай бір ақпаратты іздеп жатыр деген сияқты. Барлық құжат осы Қазақтелекомның базасында сақталып тұрады екен. Барлығы осы IP адрес арқылы жүзеге асады.
Енді жалпы IP адресті қазіргі кезде статистикалық және динамикалық деп екіге бөледі. Екеуінің айырмашылығы неде? Енді қараңыздар, динамикалық бұл өзгеріп тұратын IP адресті айтады. Мысалы, сіз компьютеріңізді өшіріп, қайтып қосқаннан кейін интернетке кіріп көріңіз. IP адресіңіз өзгеріп кетуі мүмкін. Қайта компьютерді өшіріп, қосып, одан кейін интернетке кіріп, осы сайтпен тексеріп көріңіз. Егер сіздің осы жерде IP адресіңіз өзгеріп тұратын болса, онда сіздің компьютеріңіз бұл динамикалыққа жатады. Ал егер компьютеріңіздегі адрес мүлдем IP адресі өзгермейтін болса, онда сіздің компьютеріңіз статистикалыққа жатады екен. Онда келесі тақырыпқа өтейік. Дәл сол сияқты IP адресті жіктеген кезінде ішкі IP адрес және сыртқы IP адрес деп жіктейді екенбіз. Ішкі IP адрес дегеніміз бұл тек жергілікті желіге, яғни бір бөлме ішінде сонда бір жергілікті желі құрған кезінде берілетін IP адресті айтады. Ал сыртқы IP адрес деп сіз уже интернетке қосылған кезінде берілетін IP адресті сыртқы IP адрес деп айтады. Жалпы IP адрес 32 биттен тұрады, яғни 32 1 мен 0-ден тұратын символдардан тұрады. Әр 8 биттен кейін, яғни 1 байттан кейін точка қойылады. Бұл оқуға ыңғайлы болу үшін. Яғни мынау бір бөлікті бізде октет деп айтады. Жалпы енді қараңыздар, мынандай қылып IP адресті оқыған ыңғайсыз, сондықтан бұны қысқартып ондық санау жүйесіне келтірген. Мынау бізде екілік санау жүйесі, 1 мен 0, яғни екілік санау жүйесі. Осы екілік санау жүйесінен бізде ондық санау жүйесіне келтірген. Мысалы, мынау екілік санау жүйесі бізде ондық санау жүйесіне ауыстырғанда 172 болады. Осы бір бөлікті бізде октет деп айтады. Жалпы бұл 32 биттен тұрады. Енді қараңыздар, осы IP адрес арқылы, 32 бит арқылы бізде 4 миллиард 294 миллион 967 мың 296 компьютерге, интернетке қосылып отырған компьютерге IP адрес берсек болады екен. Бірақ осыдан кейін біз уже ары қарай компьютерлерге IP адрес бере алмаймыз. Уже осымен шектеліп қалады. Сондықтан да бұл сан бізге қазір уже жетпей жатыр. Әлемнің өзінде қаншама миллиард адам бар, тіпті мынау біздің адам санымыздан аз ғой. Сондықтан мынау сан бізге жетпей жатыр. Бұл версия IPv4 деп аталады. Осы версия бізге жетпей жатқаннан кейін, мынау сан бізге жетпей жатыр. Осы сандардың көмегімен бізде 4 миллиард әртүрлі осындай IP адрес жасауға болатын еді. Бірақ бізге осы сан жетпей жатыр. Сондықтан біз кейін IPv6 деген версиясын шығардық. Осы IPv6 арқылы біз мынандай компьютерге, интернетке қосылып тұрған IP адрес бере алады екенбіз. Енді мен мынаны санай алмаймын. Егер санай алатындар болса, міне осындай IP адрес беруге болады. Уже қаншама миллиардтан көп, қалай айтатынын білмеймін оны уже. Жалпы IP адрес сіздерге түсінікті болды ма? Қараңыздар, IP адрес тек қана компьютерлерге ғана берілмейді. Тек компьютер, интернетке қосылатын құрылғыларға, интернетке қосылатын құрылғылардың барлығына IP адрес беріледі. Мысалы, телефон болсын, телевизор, компьютер, веб-камера, қазіргі кезде тіпті холодильниктің өзінде, пылесостың өзінде умный дом деп жатады, осының барлығында IP адрес бар. Дәл сол сияқты IP адрес сайттарға да беріледі екен. Мысалы, сіз оны қалай тексересіз? Қараңыздар. Мен қазір жазайын. Сіздер мына жаққа CMD деп жазасыздар. Сіздерге осындай командная строка деген шығарып береді. Маған командная строка емес, менде кішкене компьютерімде басқа. Сіздер өздеріңіздің версияларыңызды жазасыздар. CMD деп жазасыздар мына жерге. Қараңыздар. Осы жерге сіздер ping деп кез келген бір сайттың қараңыздар, кез келген бір сайттың жаңағындай домен жазатын болсаңыздар, ping youtube.com деп жазатын болса, маған осы YouTube-тың IP адресін шығарып береді. Ол бізде 142.251.39.110 екен. Мен осылай кез келген сайттың IP адресін біле аламын. Мысалы, ping google.kz дейтін болсам, маған қазір Google KZ-тің IP адресін шығарып береді. Ол бізде
міне 142.250.27.104 деген IP адрес берілген екен. Осылай кез келген сайттың IP адресін алуға болады. Енді бізде келесі тақырып бұл, не қараңыздар, домен дегенмен танысамыз. Домен не үшін керек? Бағана айтқандай, кез келген сайтқа біз IP адрес бере аламыз, иә. Бірақ бізге сайттарды осы IP адрес арқылы жаттаған оңай ба, әлде оларға осындай бір әріптермен алмастырып, осылай жаттаған ыңғайлы ба? Әрине осылай жаттаған ыңғайлы. Мысалы youtube.com деп жаттаған 142.250.102.93 дегенге қарағанда оңайырақ. Міне сол үшін бізде домен ойлап табылған. Сайттағы сандық адресті әріптік адреске айналдырушы ол бізде домен. Келесі тақырып бізде TCP IP протокол дегеніміз не? Осы тақырыппен танысақ, сонымен сабағымыз бізде бүгін бітеді. TCP. Жалпы TCP бұл компьютерлер арасындағы маршрутты құрып беруші, ал IP протокол бұл компьютерлер арасындағы байланыстың дұрыс орындалуына жауап беруші дейді. Міне осыны қазір сіздермен сызып көрсетейін. Енді қараңыздар, мен сіздерге TCP IP протоколға мысал келтірейін. Мысалы бізде бір мына жақта мынандай бір интернет бар деп есептейік, осындай бір интернет тұр. Осы интернеттен бір кабель келіп тұр. Ол кабельде мысалы былайнан үлкен бір-біріне байланып жатқан шырмаулар жатыр. Өшім еткен кезінде серверлер бар, мынаяқта неше түрлі, мынаяқта бір осындай коммутаторлар бар. Осы коммутаторларға компьютерлер жалғанған. Енді қазір бұл схемаға сіздер көп бастарыңызды қатырмай қойыңыздар. Мен қазір бірінші сізіп алайын, содан кейін сіздерге түсіндіріп берем. Мынақта бөлек бір коммутатор бар дейік. Ол коммутаторға мына жақта тағы да бір компьютерлер жалғанған дейік қой. Енді қараңыздар, мен сіздерге бұны сызудың мақсаты не? Мен сіздерге TCP IP-ді түсіндіргім келіп тұр, иә. Мысалы, сіз мына компьютерді қолданып отырмын дедіңіз. Одан кейін сіз мына жақта отырған бір адамға қандай да бір мәліметті жібергіңіз керек болды. Осы кезінде сізге TCP IP протокол көмектеседі. Мысалы, бір мәліметті жіберген кезінде, ол мына жақтан келіп, осылай қандай жолдар арқылы сіздің мәліметіңіз таралатынын осы TCP протокол жүзеге асырып береді. TCP ол осындай маршрут құрып береді. Ал осы маршрут арасында данныйлардың дұрыс келіп жатқан, мысалы сіз сурет жібердіңіз деп есептеңізші, осындай бір сурет жібердіңіз, сурет жіберген кезінде сіз мына жақтан мына екіншісіне жіберген кезінде сурет целиком осылайынан ақпарат болып бармайды осылайнаншы. Ол кішкентай осындай пикселдарға бөлінеді сурет деген, осындай міттай суреттерге бөлінеді. Каждый пиксел жеке өзі барады мынаған екінші компьютерге. Сол кезінде, мысалы, мына компьютерге қандай да бір пиксел жетіспей қалуы мүмкін. Осы жетіспей қалған кезінде осы пикселді қайтадан сұрайды. Мына пиксел маған жетіспей қалды, осыны қайтып жібер деп. Осыны қамтамасыз етіп отыратын бізде IP протокол. Жалпы TCP IP протокол компьютерлердің арасындағы байланыс маршрутты жасап, олардың арасындағы мәліметтердің дұрыс барып жатқанына жауап береді. Сондықтан негізі бұлар бөлек қолданылмайды, екеуі бірге жүреді. Сондықтан TCP IP деп екеуін бірге жазады. Қазір сіздерге сурет шығып тұрады, сол суреттен нақты түсінесіздер мынау пиксел деген не екенін. Жалпы бүгінгі сабақ осы. Сабақ сіздерге қызықты және түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сабақ қызықты болған болса, онда міндетті түрде лайк басыңыздар және комментарий жазып кетіңіздер. Бұл мен үшін үлкен мотивация болады. Келесі сабақты барынша тезірек шығаруға тырысатын боламын.